Ұлықпан кәкім аң құстың тілін білген екен. Бірде бір үйге қонаққа келеді. Сол үйдің шатырына бір кептер ұя салыпты. Ол уілдеп дыбыстайды. Үй иесі: «Уа хакім, сіз құстың тілін білгір данасыз ғой. Мына кептер шатырыма келіп ұя салып еді. Осылай жиі уілдейді. Сол не деп жатыр екен? Білсеңіз, айта отырыңыз» депті. Хакім басын көтеріп: «Бұл кептер көсеген көгерсін деп тілеп жатыр» дейді. Үй иесінің бойжеткен қызы бар еді. Айтқандай, ертесіне оған біреу құда түсіп, қызы жақсы жерге ұзатылыпты. Ертеде қыздың бөлмесін қосаға деп айтқан, ал қосағаның есігін немесе шымылдығын көсеге дейтін болған. Кептердің қосаған көгерсін деп уілдегені қызың тезірек тұрмысқа шықсын деген тілек екен. Осы оқиғадан соң жұрт кептерді көгерсін кейін келе көгершін деп атап кетіпті.